Әлем ғалымдарының зерттеуіне сүйенсек, ең ұзақ өмір сүретіндер әрі денсаулығы мықты болатындар жапондықтар екен. Оның құпиясы денсаулығына жасаған мына әдісте дейді. Жапония халқы таңертең оянғаннан кейін бірден су ішетін көрінеді. Су көптеген ауруларға ем болатынын білеміз. Сөйтіп, біз де таңертең су ішеміз. Бірақ бұны бұлжытпай орындайтындар өте аз. Өздеріңізге мәлім, су бас ауруларын, жүрек проблемаларын, бронхит, ас қорытуды және басқа да ауруларды емдейтін сиқырлы күш. Бірақ жапондықтар тек су ішіп қана қоймайды, міндетті түрде суға 3 сатты қосып ішеді екен. Сіздермен дертке дау арнаса, видеоны соңына дейін көрсеңіз, күнделікті тұтынып жүрген судың сіз білмейтін емдік жолдарын толық білетін боласыз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашығына әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Сарымсақ қосылған су С және В6 дәруменімен марганец, селен, мыс, кальций, калий, фосфор элементіне бай және көптеген дертке ем екен. Әсіресе ағзаны бактерия мен вирустан қорғайды, жүректің жұмысын жақсартады, қан тамырларды тазалайды, қаныңызды сұйылтады, беттегі әжімді бөртпені кетіреді. Суық тию, тұмау, бронхит, мұрыннан су ағу, тамақ ауруларын емдейді, иммундық жүйеңізді көтереді. Ағзадағы артық холестеринді шығарады, қан қысымын реттейді, онкологиялық аурулардың алдын алады. Лимон тілімдері қосылған суды денсаулық сусыны деп те атайды екен. Лимон қосылған су С дәруменімен мен калий элементінің қайнар көзі болып табылады. Нақтырақ айтқанда, иммундық жүйені нығайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады, қан қысымын реттейді, ағзаның қышқылдығын қалпына келтіреді, зат алмасуды жақсартады, асқазан, ас қорыту жолдарының жұмысын дұрыстайды, несеп айдайды, теріңізді тазартады, әжімнің алдын алады, қара дақты кетіреді, қандағы улы заттарды шығарады екен. Бал қосылған су балдың емдік қасиетін айтпаса да бәріміз білеміз. Ал бал қосылған су ішудің өзіндік ережесі бар. Бұл емдік сусынды тамақтанудан 30 минут бұрын ішесіз. Мейлінше ішетін кезде дайындау керек. Алдын ала дайын қойып, тоңазытқышта сақтауға болмайды. Ондай жағдайда құнарын жоғалтады. Бал қосылған суды таңертең аш қарынға немесе түнде ұйқыға жатар алдында ішуге болады. Өйткені бал ұйқы шақыратын қасиетке де ие. 30 грамм балды бір стақан жылы 36-37 градус суға араластырып, ем ретінде ішесіз. Сонда қан қысымы реттеледі, жүйке жүйесі тынышталады. Ағза дәруменмен минералды затқа бай болады. Ағзаны қуаттандырып, жұмысқа қабілетті ашады, метаболизмді дұрыстайды. Асқазан ішек жолдарын жақсартады, ағзаны токсиннен, бос радикалдан тазалайды, суыққа қарсы күреседі, бас ауруын қойдырады екен. Пайғамбарымыз оған игілігі мен сәлемі болсын. Денсаулыққа қатысты сүннеттері мен кеңестері қазіргі таңда ғылыммен дәлелденіп, медицинада кеңінен қолданылуда. Солардың бірі пайғамбарымыз өзі күн сайын аш қарынға бал қосылған су ішеді екен. Оны барлық дертке дауа десек те қателеспейміз. Себебі оның денсаулығымызға тигізер пайдасы жетіп жығылады. Ас қорыту жүйесін жақсартады, иммундық жүйеңізді жақсартады. Тұмау, бронхит, тыныс алу жолдары ауруларын жояды. Ағзадағы зиянды бактериялар мен паразиттерді жояды. Артық салмақтан арылтады. Жүрек ауруларының алдын алады. Әлсіздікті жояды. Қандағы холестерин мөлшерін реттейді. Сондықтан қан қысымы да қалыпқа келеді. Шаш түсуін тоқтатады. Тіс ауруын болдырмайды. Обырдың алдын алады. Жастықты сақтайды. Тағы да басқа ауруларға ем. Кез келген ауруды болдырмау үшін немесе емдеу үшін бал қосылған бір стақан жылы суды аш қарынға ішу керек. Шаш, бет, тері күтіміне де аса пайдалы. Суды жеткілікті мөлшерде пайдаланған жағдайда ағзадан тұздар мен токсиндер шығарылады. Сондықтан жұқпалы аурулар мен улану кезінде көбірек ауыз су ішкен жөн. Терінің сұлулығын сақтап қалу үшін үнемі таза су ішіңіз. Өйткені сусыз тері құрғап, өз серпімділігін жоғалтып, әжімдердің пайда болуына әкеліп соғады.
Сусыз ішек баяу жұмыс істейді. Сол себептен адамның іші жиі ауырып, ауыздан жағымсыз иіс шығады. Оны дұрыс мөлшерде тұтыну жүрек ауруларының даму қаупін 41%-ға төмендетеді екен. Адамның иммундық жүйесіне пайдасы үлкен. Суды аз ішетін адамдар әртүрлі ауруларға бейім болады. Тамақтану алдында 5-10 минут бұрын су ішсеңіз, сіздің тәбетіңіз жоғалады. Бұл арықтауға көмектеседі. Ағзада судың аз болуы бастың ауруына әсер етеді. 2 стақан сұйықтықты ішсеңіз, бастың ауруы басылады екен. Жүрек жұмысына көмектеседі. Жүрек қан тамырлар жүйесі ауруларының ең кең тараған түрлеріне инфаркт пен инсульт жатады екен. Олар әдетте қандағы сұйықтық мөлшері аз болғандықтан қан ұйықтарының түзілуінен пайда болады. Жүйелі түрде аш қарынға су ішу қан тамырлар жүйесіне жағымды әсер етеді және инсульт қаупін төмендетеді. Асқазан ішек жолы ауруларының алдын алады. Қыжыл немесе асқазан ішек жолының басқа да жағымсыздықтары көбіне асқазандағы жоғары қышқылдықтың себебінен пайда болады. Егер аш қарынға уақытылы су ішсеңіз, ол қышқылды сұйылтады және жағымсыз сезімдерден арылтады. Сондай-ақ асқазан таңғы асқа дайындалады. Зат алмасу жылдамдайды. Арықтағысы келетіндер немесе асқазан жұмысын реттегісі келетіндер үшін зат алмасу процесін бақылау өте маңызды. Егер ол жеткілікті түрде жылдам болмаса, судың көмегіне жүгінуге болады. Аш қарынға ішілген су зат алмасу жылдамдығын 30%-ға арттырады. Тері жағдайды жақсартады. Сыртқы келбетіңіз жақсы көрінгенін қаласаңыз, алдымен ішкі жағдайға мән беру керек. Бұл жерде ағзаның су тепе-теңдігін ұстап тұру маңызды рөл атқарады. Әйтпесе, тері құрғақтанып, ерте әжімдер пайда бола бастайды. Күнде таңертең аш қарынға 1 стақан су ішу арқылы тері жағдайын жақсартуға болады. Шаш саулығын сақтайды. Ағзаға су жетіспесе, ол шаштың сыртқы жағдайына, оның өсуі мен қалыңдығына негатив әсер етеді. Сондықтан шашыңыз мықты болу үшін жеткілікті түрде су ішіп тұру керек. Бүйрек ауруларының алдын алады. Бүйректердің сау болуы ағзадағы суы тепе-теңдігінің қалыпты болуымен тікелей байланысты. Аш қарынға және күні бойы уақытылы су ішіп тұру зәр мөлшерін арттырады. Соның себебінен бүйректерде болуы мүмкін минералдар сұйылады. Осылайша тастар түзілуінің немесе қан булар пайда болуының алдын алады. Иммундық жүйеңізді нығайтады. Көптеген аурулардың пайда болуы тікелей иммундық жағдайына байланысты. Аш қарынға ішілген су лимфалық жүйелер теңгеріміне жағымды әсер береді. Олар өз кезегінде ағзаны қатайтып, түрлі аурулардың қоздырғыштарына төзімді болуына көмектеседі. Күніне 2 литр су ішу керек дегенді ұмытыңыз. Адамның салмағына, физикалық белсенділігіне және өмір сүру салтына қарай әр адамның нормасы әртүрлі болады. Мысалы, 50 килограмм кісіге 1,5 литр ішу қажет, яғни 1 килограммға 30 миллиграмм. Оянғаннан кейін 1 стақан ішкен дұрыс. Содан соң тамақ ішер алдында 20-30 минут бұрын немесе тамақтанғаннан кейін 3 сағаттан кейін суды ішуге кеңес беріледі. Мінекей, 1 стақан суды 1001 түрлі дертке дауа болатын керемет қасиетімен таныстық. Ендеше ерінбей еміретінде қабылдауға асығайық. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.